Не деп жазам? Ендігі ара бірде-бір баламен төбелеспейсің. Ал егер өз десе ше? Ей, атың кім сен? Дәулет. Атың әдемі екен. Дәулет деген тамаша ат қой шіркін. Мен де ағайынның аты Дәулет. Дәулеті мол, дастарханы бай, алақаны кең болсын деп қойған ғой. Анықтарын оқыңдар, неге бас кейіпкердің аты Қожа деп ойлайсыңдар? Қожа деген мен бастықпын, мен осы елдің есімін дегенді білдіреді. Кез келген қарапайым анкетада әке шешең кім болған деген сұрақ қойылады. Әкем де, шешем де кедей болған. Жай кедей емес, қол тақыр кедей. Чемоданым қандай ауыр еді.